Сәлеметсіздер ме, құрметті заң және біз бағдарламасының телекөрермендері. Бүгін сіздермен бірге мен Павлодар облысы сотының азаматтық істер жөніндегі сот алқасының судьясы Ибраев Нұрлан Саматұлы. Кассация дегеніміз не? Жаңа реформаның мақсаты? Енді мынау соңғы кездері Қазақстан Республикасында кассациялық сотты құру туралы тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен айтылып жүр. Бұл жерде енді біріншіде кассация деген сөздің ұғымына тоқтала кету керек шығар. Ол кассация ұғымы латынша күшін жою деген мағынаны білдіреді. Кассация ұғымы заңды күшіне енген сот қаулыларының заңдылығын жоғары тұрған соттардың тексеруінде көрініс табатын құқықтағы процестік әрекет. Кассациялық іс жүргізу тиісті процестік заңнамасының азаматтық болсын, қылмыстық істер болсын негізінде жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелов-Тоқаев былтыр өткен жылы 5 шілдеде Қазақстан Республикасының кейбір конституциялық заңнамаларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заңға қол қойды. Мемлекеттік басшысының 2022 жылғы 1 қыркүйектегі әділетті қоғам, біртұтас ұлт, берекелі қоғам Қазақстан халқына жолдауында айтылған мемлекет басшысының тапсырмаларын орындауға бағытталған Қазақстан Республикасы сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы 2000 жылғы 25 жылда Қазақстан Республикасы конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Жаңа реформаның басты мақсаты ол әрбір сот сатысының тиімділігін арттыру болып келеді. Сот төрелігін жүзеге асыру сапасы мен азаматтардың сотқа деген сенімінің деңгейі осыған байланысты. Енді қазіргі кезге келсек, бүгінгі күні 4 сатылы сот жүйесі жұмыс істеп жатыр елімізде. Ол бірінші сатыдағы аудандық және қалалық соттар, екіншісі облыс соттардың апелляциялық және Қазақстан Республикасының жоғарғы соты, ол кассациялық саты болып табылады. Егер бірінші сатыда судья істі жеке қараса, мынау облыстық сотта және Қазақстан Республикасының жоғарғы сотында қандай да болмасын істер 3 судьяның қатысуымен қабылданады. Енді сот ісін жүргізудің барлық түрлері бойынша сот актілері мен өтініштері қайта қарауға бірыңғай қағидаларын енгізу ұсынылып отыр. Жаңа айттық қой, реформа жолдаудан басталды деп. Сол мысалы, егер қазір азаматтық істер бойынша сот актісін кассациялық сотта қайта қарау өтініш хаты, азамат жазған күні, өтініш хаты кассациялық сатыдағы бір судьямен алдын ала зерделеніп, содан соң ғана Қазақстан Республикасы жоғарғы соты құрамдағы 3 судьяның қарауына негіз болған жағдайда ғана жіберіледі. Ал кассациялық соттар құрылғаннан кейін өтініш хат емес, бірден кассациялық шағым жазып ұсынылатын болады. Ол автоматты түрде мәні бойынша 3 судьямен қаралады. Егер қылмыстық және азаматтық сот ісін жүргізуде таңдамалы деп аталатын кассациялық үлгі қолданылса, Қазақстан Республикасының қазіргі кезде мынау жұмыс істеп жатырмыз бәріміз, әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің қабылдауына байланысты әкімшілік әділеттің қазіргі тәжірибесінде үздіксіз кассациялық үлгі қолданылады. Ол жаңағы кассациялық шағым беріледі және мынау әкімшілік рәсімдік процестік кодекс бойынша сол кассациялық шағымды бірден 3 судья қарайды. Оны алдын ала бір судья қарап, жаңағы егер негізі болса 3 судьяға жіберілмейтін болады. Сот төрелігін жүзеге асырудағы тұлға судья болғандықтан және оған Қазақстан Республикасының атынан сот төрелігін жүзеге асыруда орасан зор жауапкершілік жүктелгендіктен заңда судья болғысы келетін азаматқа тиісті өлшемдер айқындалған. Судья болуға қандай талаптар қойылады? Енді судья болуға бұл сұрақтарға жауаптар жаңағы алдында айтып өткен Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьялық мәртебесі туралы конституциялық заңда көрсетілген. Оның 29 бабында
6 тармақша бар. Ол 6 тармақшада кім судья болатын талаптар қойылған. Ол бірінші талап жаңағы судья болам деген 30 жасқа толу керек. Екіншіден жоғарғы заң білімі болу керек, жоғары моральдық адамгершілік қасиеттері, мінсіз беделі және заңгерлік кәсібі бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар болу керек. Үшіншіден біліктілік емтиханын тапсыру керек, медициналық жаңағы ешқандай да медициналық куәландырудан өту керек, судьяның кәсіптік міндеттерін атқаруға кедергі келтіретін аурулары болмау керек. Бесінші, негізгі жұмыс орнынан қол үзіп, сотта ақы төленетін тағылымдарын ойдағыдай өту керек, және де көзделген жағдайда полиграфиологиялық зерттеуден өткенді тағы сондай талап бар. Ал егер мынау жұмыс істеп жүрген судьялар тағылымдамадан өту және полиграф зерттеуден өту, жаңағы кімдер босатылған осы жұмыс істеп жүрген судьялар. Сонымен қатар жаңағы судья бола алмайтында нелер бар, осындай көрсетілген заңда. Ол бірінші сот әрекетке қабілетсіз немесе әрекет қабілеті шектеулі деп танылса, жаңағы егерде сот лауазымына конкурсқа қатысар алдындағы 3 жыл ішінде сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылық жасауы болса, және де 3 жыл судья лауазымына конкурсқа қатысар алдындағы 3 жыл ішінде қылмыстық теріс қылық жасаған үшін өзіне қатысты соттың айыптау үкімі болған жағдайларда осындай судья бола алмайды. Қылмыстық жауапкершіліктен босатса, және 7-ші ол судья лауазымынан құқық қорғау органдарынан, арнаулы мемлекеттік органдардан және соттардан қызметтен шығарылған адам судья бола алмайды. Егерде осы талаптар мінекей аудандық соттан басталады, ал егерде облыстық сотқа кім судья болады деп келсек, онда облыстық соттың судьясына осы жаңағы мен айтып кеткен талаптар қойылады, және қосымша заңгерлік кәсібі бойынша кемінде 15 жыл жұмыс өтілі болу керек, және де кемінде 5 жыл судьялық жұмыс өтілі. Енді мынау айтып отырған жаңадан құрылып отқан кассациялық соттарға келсек, олар жаңадан құрылатын кассациялық соттарға кассациялық сатыдағы судья да аудандық сот судьясына қойылатын талаптарға сай болу, сонымен қатар оған қосымша талаптар бар, сонымен қатар заңгерлік кәсібі бойынша кемінде 18 жыл жұмыс өтілі, немесе кемінде 8 жыл судьялық жұмыс, оның ішінде облыстық сотта 3 жыл судьялық жұмыс өтілі бар болуы керек. Аудандық сот судьясына қойылатын талаптарға сай заңгерлік кәсібі бойынша кемінде 20 жұмыс өтілі, оның кемінде 10 жыл судьялық жұмыс өтілі болатын, оның ішінде 5 жыл облыстық соттағы судьялық жұмыс өтілі бар. Сондай-ақ жоғарғы соттың жалпы отырысының қорытындысын алған азамат жоғарғы соттың судьясы бола алады. Жоғарыда аталған судьяларға қойылатын талаптар жоғары тұрған соттардың лауазымдарына тағайындау үшін заң шығарушының заңгерлік кәсібі бойынша жұмыс өтіліне немесе тұрған соттардағы жұмысына және судья ретіндегі жалпы еңбек өтіліне назар аударатыны көрсетіледі. Жаңадан қабылданған заңда өтініштерді қайта қарауда бірыңғай қағидаларды енгізіп, тәуелсіз деңгейде жұмыс істейтін 3 сатыны аудандық сот, облыстық сот, кассациялық сот сондықтан ұсынылып отыр. Кассациялық сот қашан жұмысын бастайды? Жаңағы жоғарыда атап кеткендей, мынау кассациялық сотларды біріншіден осы кезден бастап оларға білікті маман, президентіміз айтқандай білікті мамандарды бірінші айқындап алады. Содан кейін ол өзінің жұмысын, нақты жұмысын осы биылғы 1 шілдеден бастап жұмыс істейді. Құрметті телекөрермендер, назарларыңызға көп рахмет, барлықтарыңызға амандық тілеймін. Осы жаңа жылда жаңа табыстарға жете берулеріңізге тілектеспін.